Жүргізушілер не туралы жиі шағымданады сізге келген кезде? Қоғамда енді көлік жүргізушілері біздің айнымас бірге қоғамның бір бөлігі болып кездескендіктен бізге келетін көлік жүргізушілердің ең жиі кездесетін шағымдары ол бел аймағының, мойын аймағының ауырсынуы, көздің ауруы, көздің көру қабілетінің төмендеуі, аяқтардың ұюы, жиі қозғалыссыз отырғандықтан және ашушаңдық, артық салмақ, ас қорыту жүйелерінің бұзылуы секілді жиі шағымдармен келеді негізі. Ал енді ол мысал ретінде тек қана физикалық тұрғыда емес, жаңағындай моральдық немесе психологиялық тұрғыда аурулар келе ме екен? Шағымдар? Келеді. Ашушаңдық, көбінесе ашушаңдық, сондай мінез құлықтың өзгеруі, кептелісте тұрған кездегі эмоциональный не деп айтады ғой, качели деп, сондай моменттерде өзгергендігінің ылғи жаңағы көлік жүргізгендегі болған стресстің әсерінен өзгеріске ұшырағандықтарын айтатындар бар.